Алло, мен қазір бос емеспін. Президентпен отыр едім ғой. Иә, кейін хабарласам. Жоқ, мас емеспін. Жақсы. Мынау дрель қоймады ма әлі? Ремонт бітпейтін адам екен, иә өзі? Если что, монтаждан кесе аламыз ғой, иә? Болды онда. Армысыздар, құрметті көрермен. Бұл Талғатпен сұхбат бағдарламасы. Сіздер енді комментарийге жаздыңыздар. Ол кісіні шақырдық. Бүгін бізде республикамыздың президенті Жалғас Елеусінтегі. Қош келдіңіз, президент мырза. Қош көрдік. Республикамыздың болғанда өзім бөлек республикамын ғой. Сендердікі емес. Бізді Қазақстан Республикасымыз. Жоқ, Байгайстан. Басқа ма? Иә. Көрші ел ғой. Басқа ел. Басқа. Бәсе, білдім негізі, ше? Онша емес, таксимен келгеннен байқадым. Бәсе, қалай болады деп ойлап едім? Бұйырғанға. Онда бізге басқа елдің азаматы болсақ, біз біріміз қазір түсінбей қалатын шығармыз. Арамызға бір аудармашы керек негізі. Қазір айтпесе біріміз түсінбей қиналып кетеміз ғой. Түсінбейсің бе мені былай? Жоқ, түсінбей қалуымыз мүмкін да қазір. Басқа елдің боласың деген бе? Мен басқа ел деп. Сол үшін аудармашы шақырайық ортаға. Біздің елдің президенті Франция президентіне тазы ит сыйлапты, білесіз? Біздің елдің президенті Франция президентіне тазы итін сыйлапты, білесіз? Иә. Сол енді бізде сізге тазы бермесек те тазик береміз деп шештік. Сыйлап тазик. Президент деп құрметтеп. Рахмет. Қаппай ма бұл? Жоқ, тазик қой. Енді сұхбатымыздың басын жеңіл сұрақтармен бастайық деп шештік. Өйткені қиын болып кетпесін деген. Үйренісіп алу үшін одан кейін барып уже ауқымды ірі сұрақтар қоя беремін. Сұхбаттың басын жеңіл сұрақтардан бастайық дедік, қиын болып кетпес үшін. Аяқ киіміңіздің размері қанша? Аяқ киіміміздің размері қанша? 42. Бойыңыз қанша? Бойыңыз қанша? 177. Қасым-Жомарт Тоқаевтың саясаты жайлы ойыңыз қандай? Қасым-Жомарт Тоқаевтың саясаты жайлы ойыңыз қандай? Жақсы ғой. Жақсы ғой, негізі былай. Ертең таңертең не істейсіз? Ертең таңертең не істейсіз? Боспын негізі. Бос болсаң президентпен таңғы ас ішейін деп едім ғой. Мен алып тастайсың да? Қазақша түсініп отырып кетеміз де. Түсінбей қаламыз ғой деп ойламын. Сосын мен президент емеспін негізі. Мен әшін жайдарманшымын ғой. Президент емес. Сериалда ғой, образ ғой, рөл ғой әшін. Сондай ма? Кепкі киіп жүрген президент болмайды. Сонда аудармашы қазір керек емес. Қанша ақша кетті деген бе? Жарайды енді. Бөлісіп шығара салсақ ортадан. Аударып берген үшін ба? Иә. 7.000 кетті. Болды, рахмет. Жақсы. Біз 7.000 аударып тұрсаң, мен саған 3.5 нақты жібермін сосын, Болды. Шыққаннан. Енді мынау жайдарман ойнадым деп қалдыңыз. Иә. Осы орайда енді топ 56 жайдарманшы айтып кетсеңіз. Қанша? Топ 56. Топ дейтін 3-5 ғой негізі. 56-ның бәрін айтып отпаймын. Просто топ 56 енді өзіңізді де кіргізу үшін айтып отқан ғой. Қазір топ 3 десе кірмей қаласыз ол жерге.
Иә. Көп қой жайдарманшылар. Айтайын ба? Айта беріңіз. Уақыт бар бұл. Есенелі екен. Айтпай ақ қояйық дальше. Иә. Ату құрамасында, Жайдарман жоғарғы лигасында ойнадыңыз өзіңіз. 2016 жылы 1-8-ден, 2017-де 1-8-ден, 2018-де 1-4-ге дейін жетіпсіздер. 2019-да жартылай финал, 2021-де 3-ші орын болыпты. 22-де чемпион болдық қой сіз. Чемпион болдыңыздар ма? 2016-та ғана чемпион болды деп тұр ғой ашық лиганы. Болдыңыздар ма? Негізі жоғарғы лиганың чемпионы болдық қой. Мен бірінші рет естіппін. Өзі Ақпен бірге болған сияқты еді деген ғой, жарайды енді. Жарайды. КВНщик екенсіз енді. Мені күлдірші. Күлдірейін ба шынымен де? КВНщиксіз ғой енді. Мен қазір Жайдарманды қойып кеттім ғой. Бұрынғыдай күлдіре алмай қалғанмын. Күлдіретіндер көп қой қазір. Алып тастай салайық бұл сұрақты. Білесің бе? Жарайды. Жаңағын алып тастайсыз одан да. Қайсын? Ақпен бірге чемпион болды дегенді алып тастап осы қала берсін да онда. Келісуге болады. Жоқ. Тұра берсін. Болды. Мына жаққа қойып қоя салайын әзірге. Соңында егер ашылып кетсеңіз күлдіргіңіз келіп жатса деген ғой. Болды. Мынау бір ел қоймады, иә? Бәле болды ғой мыналар. Кесіп шығармай екен, істейді екен өздері. Жарайды, монтаждан алып тастармыз. Бәрі жақсы ғой, жалпы? Иә, жақсы. Мүмкін шай, кофе? Шай. Шай, иә? Шай жоқ. Таусылып қалды ойын. Шай жоқ. Шай жоқ па? Шай жоқ. Кофе іше салам анда? Кофе ма? Кофе зиян ғой. Асқазанға зиян. Керек емес кофе. Су ше. Су болады. Су әкелдер сонда. Жоқ, өзіңіз барып аласыз ғой. Өзім барам ба? Иә, су. Президент болғанда шынымен, может, әкеп беретін бедім деген ма? Қай жерінде ол? Ана жақта екінші не бар, тартпада. Ақыры тұрып барады екенсің ғой, маған бір кофе ала саласың ба? Жоқ, су ішкім келмей қалды. Осылай отыра берем мен. Бара саласың ба, кофе алып. Хотя бы кофеге. Кофе ішкім келіп тұрды. Сатып алып ішсе, кофе ішкім келсе. Сұрақ қою, сұрақтарыңа жауап берем деп келдім ғой мен. Бара саласың ба? Сен айтып отырсың ба? Кофе зиян. Жалпы халықтың назарында жүрсіздер. Кино түсіру ойларыңыздар жоқ па негізі? Түсірдік қой киноны. Өткенде бір ай бұрын шықты, бүкіл кинотеатрдан болды. Кино түсіріп тастадыңдар ма не? Иә. Байқамадым. Жалпы байқалмай қалған сияқты ма? Жоқ, байқалды кәдімгі елдің барлығы барып, историяларына салып жүрдім. Мен вообще байқамадым. Онша емес болған сияқты ма? Жоқ, онша болды. Зверополиспен деңгейлес болды ғой. Білмеймін. Касса жинамай қалған сияқты. Онша емес сияқты. Өзіңе қарабыз. Касса маңызды емес бізге. Дүние маңызды емес дейсіз ғой. Жалпы касса жинамайтын кино түсіргеннен басқа қандай іспен айналысасыз негізі?
көп қой жұмыстар. Жаңағыдай банкеттер жүргіземіз, сценарий жазамын. Сценарий жазасыз, иә? Иә. Еще жазасыз, иә? Иә. Сценарий қайда жазасыз? Ноутбукке. Ноутбукке. Менде лайфхак бар. Сценарийді, короче, қағазға жазасыз ғой. Қағазға жазасыз да өртеп жүресіз ғой. Жарайды. Кезінде ЖЗХ қыздар деген жоба жасапсыз. Иә. Ол ЖЗХ. Нормально. Адамдарға ұнады. Сол кезде қызық болған дүниелер ғой. Сізге логикалық сұрақ. Саматтан 10 алма, ол 10 алманы ол сатып 2,5 теңге ақша істеп алды. Сөйтті да, сол 2,5 теңгесін алып, ол Байгайс фильміне барды. Енді сұрақ, Самат Зверополисқа бара салу керек пе еді? Алмасымен жүре беру керек пе еді деген ғой. Алма пайдалы ғой деген. Өзі біледі ғой қайда барса да. Өзінің алмасы. Сенің не шаруаң бар ода. Айтып отқаным. Өзі біледі ғой. Он алмайды еще. Сатып жүргенде бәрін. Қоймады ма? Ей! Қойсай! Монтаждан алып тастармыз. Әйеліңіз қатты көтеріліп, сізбен ажырасып кетті дейді. Мынау басқа. Мынау басқа адам ғой, мынау кімге қойғасыңдар? Редакторлар қателесе ме? Маған дайындалғансың ба негізі келеді деп? Жоқ, мен дайындаламын. Редакторлар ғой бізде қателеседі да. Өзің қарап алмайсың ба былай? Бір рет. Уақыт жоқ та, оның жобалары көп. Ә жерде жүреміз деген. Әлеуметтік желіде тіректеріңізді тауып алдым. Сіздер Байгайстың ән жазған екенсіздер. Қосып жіберейін. Кереміз тыңдамай-ақ қойды. Жоқ. Қосайық. Жақсы ән. Сіздерге рахмет осы керемет ән үшін. Будильникке жақсы екен. Будильникке кәдімгідей таңертең шошып оянасың да бірден. Өшіргің келеді бірден барып. Шамалы әрірек қойып қойсаң, ұзақ тыңдай алмайсыңдар, барып өшіріп оянып кетесің да бірден. Кәдімгідей дисциплинам жақсарды осы әннің арқасында. Әрине. Бізде бәрі бар дейсіз ғой, фильм кассасынан басқасын бәрі бар деп айтыпсыз ғой. Миллион командасымен бірге осы жылы Қазақстанды аралап тур беріпсіздер. Сол миллион қасында жүріп фильм түсіруді үйреніп алмадыңыздар ма деген ғой. Артық кете бермесе,
Жақсы сұрақтар қойсаң. Жақсы сұрақ қой, дайындалдым ғой. Сөйтіп, мен саған анау бір келген достарың, бір өзіңнің қонақтарың емеспін ғой. Сыйлап кішкене адамды. Жүр сыйладым бағана. Бағанадан бері шыдап отырмын мен саған. Су дедім ғой бағана. Сен жындысың ба сен? Міне өзің осындайсың ба? Неменеге келдің мына жерге? Жүр, жақсы сұрақтар, мен кәдімгідей дайындалдым. Ресерч жасап, ресерч жасаған кезде сол Сұрақ бар ма? соңғы сұрақ қалды негізі. Қоя саласыз ба? Жоқ, қойсай сұрақты. Жақсы, қазір бір сұрақ қалды. Айта ғой. Сұрақ қойсай? Жалпы сахнадағы жалғасты білеміз. Иә. Сериалдағы жалғасты білеміз ғой енді. Иә. Ну, банядағы жалғас қалай? Нормально. Нормально ма екен? Сұрақ жоқ менде. Қойсай сұрақ бағана көбені сұрағым. Жоқ, мына редакторлар болды деді ғой. Болды дей ма? Иә, бітіп қалды. Соңғы сұрақ бар екен. Иә. Жоқ, ол не? Енді жаңа жылдық болғасын ғой. Құттықтау сұрақ емес. Сұрақ емес. Құттықтау ғой. Болды. Енді сіз президент болмасаңыз да, енді ел жұрт сериалдан президент сияқты бүйтіп қабылдайды ғой. Иә. Соны көрерменге қарап, кіріп жатқан жаңа жылды құттықтап, өзі лебізіңізді білдірсеңіз. Болды. Құрметті отандастар, сіздерді келе жатқан 2026 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Жалғыз, ренжімесең. Енді шампан болмай қойсын. Өзіміздің не болсын да? Иә. Қымыз. Болды. Құрметті отандастар, барлықтарыңызды шын жүректен жаңа жылмен құттықтаймын. Жалғыз, ренжімесең. Нені де алып тастасақ? Мишураны. Қақиыл. Туды қойсы. Құрметті отандастар, барлықтарыңызды кешірім сұраймын. Жігіттер мынау артынан түнгі қаланы алып тастап, кешкі жайлауды қойық. Қойыламыз болды, жайлау бол. Құрметті отандастар, барлықтарыңызды жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңыз Сатанды болған ғой. Қазақ ұлт болсын деген ғой. Сен нормальный сұрақтар қоям дедің ғой маған талғап. Жоқ, нормальный сұрақ қойым, дайындалдым ғой. Бағдар нормальный сондай. Мынау қоймады ғой мынауда. Қойсын де өзің де. Мынандай бағдарламаны кім көреді? Мынаны вообще жауып тастау керек мына. Адамдар мазақсыз. Ассалаумағалейкум. Кешіріңіздер. Өзің де көршің де тура сондай.